Сәлеметсіңдер ме білім алушылар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі мен әдебиеті пәні 8-ші сынып. Сабақтың тақырыбы досыма сыйлық таңдаймын. Пән мұғалімі Оспанова Назира Тұрлыбекқызы. Бүгінгі сабақтың оқу мақсатымен танысыңдар. Орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау. Бүгінгі жаңа сөздерге назар аударыңдар және есте сақтаңдар. Сыйлық, подарок, назар, внимание. Арзан, дешево, тым, очень. Кәдесый, сувенир. Қаражат, фонд. Келесі сендерге ұсынатын бейнебаяным бар. Бейнебаянға мұқият назар аударыңдар. Интернет арқылы сауда жасау. Соңғы жылдары виртуалды шопинг жасауды қалайтындардың қатары артып келеді. Онлайн сауданың даму жылдамдығы әлем нарығында да қарқынды өсіп келеді. Тіпті еңкейген қариялар да онлайн серфингті меңгеріп, үйде отырып төлем жасайды. Интернетті әлемде 3 миллиардтан астам адам қолданады. Бұл жер шары тұрғындарының шамамен 40%. Әрқайсымыздың қашан да болсын дүкенде киімнің немесе аяқ киімнің тиісті өлшемін таба алмай қалған кездеріміз болған шығар. Қазіргі дүкендер желісінде міндетті түрде қойма немесе басқа да сауда нүктелері болады. Сондықтан сатушылар тұтынушының сұрауы бойынша қажетті өлшемді база бойынша іздеп тауып бере алады. Бұл өте ыңғайлы қызмет. Бірақ мұндайда сатып алушы сатушының көмегіне мұқтаж. Сондықтан бүгінде тауарды клиенттің өзі таңдайтын жүйе қолданылады. В чем заключается оптимизация процесса доставки для клиента? Жеткізу үрдісін оңтайландыру не үшін қажет? Клиент үшін 3 маңызды көрсеткіш бар. Біріншісі жеткізу мерзімі, жеткізу құны және тауардың бұзылмай әкелінуі. Логистика саласын оңтайландыру бойынша біздің шешімдеріміз осының барлығын арзан әрі тез етуге негізделеді. Мәселен, жеткізудің 2 амалы бар: әуе және автокөліктермен. Біздің мақсат осы жолдарды тиімді әрі кедергісіз етіп ұйымдастыру. Эти методы работали наиболее эффективно и быстро. Онлайн ритейл мен шопингтің жаңа форматының дамуы ритейлерлерді дәстүрлі дүкендердің рөлін қайта ойластыруға итермелейді. Десек те, тұрғындар жаңа әдіспен сауда жасауға жаппай кірісіп кетті деуге әлі ерте. Дәстүрлі дүкендерге сирек баратын тұтынушылар әсіресе ассортименттің жұтаңдығы мен қызмет көрсету деңгейінің төмендігіне шағымданады. Мы автоматизируем все, что мы можем автоматизировать. Біз автоматтандыруды қажет ететін қызметті цифрландырамыз. Мысалы, қазір жаңа операциялық жүйені енгізу бойынша жобаны қолға алдық. Бүгінде біздің курьерлер планшеттермен жүретін болады. Онда клиенттерге үздік қызмет көрсету үшін барлық мәлімет енгізілген. Онлайн ритейлдің қарқынды даму үрдісі әлем бойынша байқалады. 2021 жылға қарай нарықтағы электронды коммерцияның үлесі 13%-ды құрайды деген болжам бар. Бұл үйреншікті сауда амалдары жойылады деген сөз емес. 5 жылдан кейін сауданың бір бөлігі қарапайым дүкендерде жүргізіле береді. E-коммерция тек белгілі бір сегменттерде жиі қолданылатын болады. Ол электроника мен медиа салалары. Ал азық-түлік өнімдері мен тұрмысқа арналған тауарлар бұрынғысынша дәстүрлі дүкендерде сауда. Міне балалар, досымызға сыйлық таңдау үшін ең алдымен сауда жасай білу керек екен. Ал сауда жасау білу үшін сауданың қыр-сырымен танысу керек. Олай болса, бүгінгі сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Оқулықтарыңда берілген тапсырмаларға назар аударыңдар. Бірінші тапсырма: төмендегі мақал-мәтелдерді қажетті сөздермен толықтырып жазыңдар. Берілген қажетті сөздер: ажарын, арзан, қымбат, базары, әркім, ақшаң. Мұқият болыңдар балалар. Тілдік бағдар, бөлшектік сан есімдер. Қазақ тілінде бөлшектік сан есімдер заттың бөлшектік санын білдіреді.
бөлшектік сан есімдер жай бөлшек және ондық бөлшек болып екіге қолданылады. Бөлшектік сан есімдер бірінші санға шығыс немесе ілік септігі, екінші санға тәуелдік жалғауы жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 2-ден 1, 3-тің 1. Ондық сан есімдерге бүтін сөзі қосылып айтылады. Мысалы, 2,4 ондық. Қазақ тілінде бөлшектік сан есімдер жарты, жарым, ширек сөздерінің тіркесінен де жасалады. Мәселен, 2 жарым, 5 ширек. Олай болса, келесі бейнебаянға назар аударыңдар. Смотрим ряд слов. 1,7, 2, 19, 21, 20, 10, 2500. Объединяем слова в группы. Порядковые числительные 19, 21, 20. Количественные числительные, обозначающие целые числа 2, 10, 2500. Какое числительное не вошло ни в одну из групп? 1,7 – это дробное числительное. Вы знаете, что дробь обычно состоит из двух частей – из числителя и знаменателя. Так и дробное числительное тоже состоит из двух частей. Одна часть, числитель дроби, является количественным числительным, вторая, знаменатель дроби, является порядковым. Обратите внимание на предложение. 2/3 гектара были заняты посевами овса. Дробное числительное 2/3. Расклоняем числительное и выясним, как ведут себя обе его части. Именительный падеж 2/3, родительный падеж 2/3, дательный падеж 2/3, винительный падеж 2/3, творительный падеж 2/3, предложный падеж 2/3. Для сравнения расклоняем целое числительное 2 и прилагательное во множественном числе. Именительный падеж 2 белых. Родительный падеж 2 белых. Дательный падеж 2 белым. Винительный падеж 2 белых. Творительный падеж 2 белыми. Предложный падеж 2 белых. Таким образом, мы видим, что у дробных числительных первая часть склоняется как числительное, обозначающее целое число, а вторая как прилагательное во множественном числе. Обратите внимание на словосочетание 2/3 гектара к 2/3 гектара, что обозначает дробное числительное. Количество. В каком падеже стоит существительное? Делаем вывод. Если дробное числительное обозначает количество, то существительное при нем ставится в родительном падеже. Рассмотрим слова полтора, полтораста. Они тоже относятся к дробным числительным и имеют только две формы. Посмотрите на таблицу. Полтора, полутора, полтораста, полутораста. Например, в 1,5 шагах 1,5 часа ожидания. В предложении сочетание дробного числительного и существительного является одним членом предложения. Прошло 1,5 года. Подлежащее. Балалар, бөлшектік сан есімдер туралы толық мәлімет алды деп ойлаймын. Смотрим ряд слов. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударыңдар. 3-ші тапсырма, мәтінді мұқият оқыңыздар және тыңдаңыздар. Біз бүгін досым екеуміз Айзеренің туған күніне барамыз. Жинаған азын-аулақ қаражатымыз бар. Оған қандай сыйлық алатынымызды әлі шешкен жоқпыз. Маған ұнаған сыйлық досыма ұнамады. Оған ұнаған сыйлық маған ұнамады. Екеуміз бір шешімге келе алмадық. Мен сыйлық таңдаудың қиын екенін білмеппін. Анама осы жайлы баяндап бердім. Анам сыйлық таңдаудың ережесі барын айтты. Сендерді де осы ережемен таныстырайын. Сыйлық сыйлау кезінде төмендегі нәрселерді назарға алған жөн. Туған күнге туған күн иесінің бүкіл отбасы емес, тек өзі қолданатын зат сыйла. Сыйлықты немесе кәде сыйды туған күн өткеннен кейін сыйлауға болмайды. Сондықтан сыйлығыңды алдын ала беріп қой. Сыйлық ретінде
Ақша сыйлау дұрыс емес. Егер де ол адам сен үшін шынайы қымбат болса, уақытыңды бөліп, оны қуантатындай сыйлық таңда. Өте қымбат сыйлық сыйламаған жөн. Қымбат сыйлық адамды ыңғайсыз жағдайға қалдыруы ықтимал. Өте арзан сыйлық ұнамауы мүмкін. Сондықтан оның көңілінен шығатындай сыйлық ал. Сыйлықтың безендірілуіне мән бер. Ешқашан өзіңе сыйлаған сыйлықты сыйлауға болмайтынын жадында сақта. Тірі сыйлықтарды, мәселен күшік, мысық, тоты құс және тағы басқа, сол үйдің отбасы мүшелерінің рұқсатымен сыйлау керектігін ескер. Сыйлықты кіре берісте сыйлауға болмайды. Оны қонақ үйде асықпай жылы лебіздермен сыйлауды дәстүрге айналдыр. Сыйлығың тосын сый болса, ол туған күн иесін қатты қуанышқа бөлейтінін ескер. Егер сыйлық ақшалай болса, онда оны конвертке салып бер. Тым нашар сыйлық сыйлағаннан гөрі, оны сыйламаған дұрыс. Осы ережелерді жадында ұстасаң, сыйлық сыйлауға мерекеге айналары сөзсіз. Ал сен досыңа қандай сыйлық сыйлағанды ұнатасың? Бәрекелді балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет, қош, сау болыңдар.